Сәлем достар, бүгін сіздермен көрзе дайындайтын боламыз. Бұл тағам Дагестан асханасының ұлттық тағамы болып саналады. Қамырын дайындаймыз, ол үшін ұнға тұз салып араластырамыз. Қоспалардың мөлшері видеоның астында описаниеде жазылған. Үстіне жұмыртқа саламыз және де суды аз-аздан қосып отырып араластыру арқылы қатты қамыр илейміз. Көрзе жақсы шығуы осы қамырға байланысты, сондықтан дәл видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Өз ыңғайыңызға қарай үстелге түсіріп бассаңыздар да болады. Мінекей видеода көрсетілгендей дәл осындай жұмсақтықта шығу қажет. Осы қамырды 10-15 минуттай жақсылап тұрып күшпен басамыз. Видеода көрсетілгендей осылай орап-орап бассаңыздар, қамыр піскенде езілмей жақсы пісетін болады. Міне біздің көрзеге арналған қамыр дайын болды. Келесі қамырды жақсылап орап, 1 сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Осы уақытта салмасын жасаймыз, ол үшін бізге 2 пияз қажет болады. Пияздың қабығын жақсылап тұрып аршып, жақсылап жуып, өте майда 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Мінекей пияздың барлығын өте майда етіп турап шықтық. Келесі осы пияздың үстіне фаршты саламыз. Және де дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. 1 ас қасық томат пастасын саламыз. 1 ас қасық қаймақ салсаңыздар да болады, бірақ ол міндетті емес. Келесі көрзеге әдемі дәм беру үшін, түс беру үшін, иіс беру үшін осындай көк пияз бен укропты қостым. Петрушканы да қоссаңыздар болады. Ол енді өзіңіздің қалауыңыз, бірақ міндетті түрде қосамыз. Осының барлығын қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Көрзеге арналған салмамыз дайын болды, өте керемет, сочный болып шықты. Келесі қамырды жаямыз. Қамырды пакеттен алғаннан кейін осылай 5 минуттай тағы да басамыз. Қамыр осылай теп-тегіс болып, өте керемет болып шықты. Екі жақ бетіне ұн себеміз. Тек осы 1 рет қана себеміз, бұдан басқа ұн сеппейміз. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес етіп жайып шығамыз. Барлығын дәл осындай формадағы дөңгелек етіп бөліп шығамыз. Қалған қамырдың барлығын жинап, 1-2 рет басып пакетке салып қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін бұл қамырдан да көрзе жасаймыз. Мінекей бізде осындай дөңгелектер шықты, құрғап кетпес үшін бетін жабамыз. Сіздерге түйу әдісін көрсетейін. Фаршты осылай толтырып саламыз, өйткені піскенде әдемі болып шығады. Дәл видеода көрсетілгендей астыңғы бөлігін осылай қысып жабамыз. Екі жақ беттен кезек-кезек аз-аз көлемде қамырды алып отырып қысамыз. Түйген кезде бұл жерде тек 2 саусақ қана жұмыс жасайды. Мен сіздерге түсінікті болсын деп баяу көрсетіп жатырмын. Егер сіздерде 1-2 рет қайталап жасап көрсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Қысқан кезде қатты-қатты басып жасаймыз, өйткені суға қайнатқан кезде ашылып кетпеу қажет. Мен 1-ші рет жасап тұрғаның өзінде жақсы шықты, сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдімін. Мінекей өте ерекше, әдемі форма дайын болды. Барлық көрзені дәл осы ретпен түйіп шығамыз. Менде осы рецептпен 35 дана көрзеді шықты. Келесі қатты отта қайнап тұрған суда 17-18 шақты көрзені саламыз. 1-2 рет араластырып, қақпағын жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін көрзе осылай судың бетіне шыға бастайды. Сол уақытта қасықтың көмегімен айналдыру арқылы біраз араластырамыз. Қақпағын жартылай жауып, тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін дәл осылай қайнап шығады.
Жақсылап араластырып, тағы да 15 минуттай қайнатамыз. Дәмін көреміз, піскен болса астын өшіріп, сүзіп аламыз барлығын. Ақырындап сүзіп алып, осылай ыдысқа түсіреміз. Өте керемет болып пісіп шықты, үстіне сары май жағып шығамыз. Өте ерекше тойымды тағам, менің отбасыма өте қатты ұнады. Енді үнемі жасап тұратын боламын. Сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыздар. Дәмі өте ерекше болып шыққан, өте көп фарш, көріп тұрғандарыңыздай, согының барлығы қамырдың ішінде қалған, сыртқа ешқандай ағып кетпеген. Өте сочный болып шыққан ғой, қамыры да жып-жұқа, езілмеген. Бір жесең тоқтай алмайтын тағам. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады. Манты сияқты мантоваркаға салып, оны 45 минуттай күтіп отырудың қажеті жоқ, тез дайындалады. Сіздерге 100% ұнайды деп ойлаймын. Видеоны лайк басып, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!